Саламатсыздар ма? Бүгін біз офлайн форматта офлайн электронды оқулық жасайтын боламыз. Ол үшін турбосайт бағдарламасын жүктеп аламыз. Мінекей турбосайт бағдарламасы жүктелінді. Создать проект батырмасын басамыз және проектті жаңа папкада сақтауымыз керек. Сол үшін жаңа папканы создать еттік. Мінекей енді осы папканы ашып, проекттің атын өзгертіп, осында сақтаймыз. Бұл бағдарлама тегін жұмыс жасайды. Мінекей сақталынды. Енді заголовок сайта деген жерге осы сайттың тақырыбын жазамыз. Енді жұмысты бастағаннан кейін шаблонға кірсек, мінекей екінші бөлім шаблон, яғни осы сайтымыздың әртүрлі темасын, яғни шаблонын таңдауға болады. Мінекей таңдалынды. Енді мында заголовок сайты деген батырмаға сайтымыздың атауын жазамыз. Яғни бастапқы сайтқа кірген кездегі жоғарғы бөлігінде жазылып тұратын жазу. Мінекей электронды оқулық деп жаздым. Енді мына батырманы басу арқылы загрузить изображение батырмасын бассақ, осы сайтқа қойылатын эмблеманы таңдауға болады. Мінекей өзінде дайын эмблемалар бар әртүрлі. Осы папкада орналасқан. Өзімізге қажетті эмблеманы таңдаймыз. Мінекей бұл электронды оқулық болғандықтан осыны папканы таңдай салдым. Енді астыңғы бөліктегі описание барлығын өзгертеміз. Яғни бұл бізде оқулық екенін жазып қояйық. Оқушыларға арналған, арнайы жасалынған оқулық дейік. Мінекей. Енді страницы. Мінекей подзаголовок барлығын өзгертуге болады. Енді страница батырмасын бастық. Мінекей главный индекс деп тұр. Ең бірінші беті, сол бетін бастапқы бет деп жазып қояйық. Мінекей. Енді мына ортаңғы бөлікке терезеге біз мәлімет енгіземіз. Мысалы мен Word форматта мәлімет сақтап қойған боламын. Осы мәліметті копировать етіп аламын және турбосайтқа саламын. Вставить бастым. Мінекей. Енді мына жердегі шрифттерін барлығын өзгертуге болады, түстерін өзгертуге болады. Мінекей, жирный қылуға болады. Теманы цветіндей сәйкестендіруге болады. Болмаса өзіміз қалаған цветке, түске өзгертуге болады. Мінекей, выбрать цвет батырмасын басамыз. Қызылды басайық мысалға. Окейді батырмасын басамыз енді. Мінекей, қызыл түске өзгерілді. Енді астыңғы бөлікке әртүрлі суреттер қоюға болады. Ол үшін жоғарғы бөліктегі сурет батырмасын басамыз. Мінекей, добавить батырмасын басу арқылы өзіміздің суретіміз сақталған жерге барамыз. Мысалы, мінекей, робот. Енді осы робот жүктелінді. Вставить батырмасын басамын. Мінекей, суретіміз қойылды. Мінекей, бұны ортаға қарай қоямыз. Енді генерировать сайт батырмасын басып, посмотреть сайт батырмасын басамыз. Мінекей, мынандай терезе ашылды. Бастапқы бет деп жазылып тұр. Мінекей, барлық енгізген мәліметіміз тұр. Енді басқа бет қосу үшін, мінекей, сол жақ бөліктегі добавить батырмасын басамыз. Мінекей, страница page деп шықты. Мінекей, енді бастапқы бетті ашсақ, бұл главный меню и список страниц деп тұр. Жаңағы бетті ашып көрейік. Мына жоғарғы бөлік главный меню, ал оң жақтағы бөлік список деп аталады. Екеуінде де галочка тұр бастапқы бетті. Ал страницада тек қана список страницадағы галочка тұр. Яғни бұл бірінші тарау деген окно бізде оң жақ бөлікте ғана тұрады. Жоғары жақта тұрмайды. Менюда тұрмайды. Спискта ғана тұрады. Мінекей, жаңағы алдында айтып кеткендей суреттерді вставить батырмасын басу арқылы қосамыз. Шетіндегі түрпішін басу арқылы кішірейтеміз. Мінекей. Кішірейді. Әрбір өзгерісті енгізген сайын біз генерировать сайт батырмасын басамыз, содан кейін барып просмотрды басамыз. Яғни әр өзгертуді енгізген сайын генерировать етіп отыру керек. Мінекей, бастапқы бет тұр, бірінші тарауымыз тұр. Осылайша кез келген электронды оқулығымызды осылай беттерін, суреттерін қосып жасауымызға болады. Мінекей, енді бұл бізде қайда тұрады деген сұрақ туындауы мүмкін. Файлы батырмасын басамыз және посмотреть файлы сайта батырмасын басамыз. Мінекей, public HTML деп тұр. Осы жердегі индекс деген біздегі осы біздің сайтымыз, дайындалған сайтымыз. Мінекей, индексті бастық, ашылып тұр.
Енді біз жаңа папка создать еттік қой, басында құрастырдық қой. Сол папканың ішінде public HTML деген тұр. Мінекей сол папканың ішінде индекс деп тұр. Мінекей ашып көрейік. Электронды оқулығымыз осы. Енді осы public HTML папкасын электронды оқулық деп өзгертіп қояйық. Енді осы папканы біз басқа жерлерге копировать етіп қолдана берсек болады. Ішіндегі индекс деген файл. Мінекей біздің электронды оқулығымыз офлайн форматта жұмыс істейді. Интернет қажет емес. Мінекей барлығы жұмыс жасап тұр. Назарларыңызға рахмет.